Қайырлы құрметті оқушылар және ұстаздар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Біз бүгінгі сабағымызға баршаңызға сәттілік тілеймін. Бірінші сыныптағы бірінші сабағымыз қорықпаймыз, қобалжымаймыз, иә? Мен сіздерге сенемін. Жарайды, бірінші сыныбымызға жағымды ахуал қалыптастырып алайық. Гүлшат апай. Ол үшін не істейміз? Мына жақтан өздерінің аттарында көреміз. Ердәулет, жаттығу жасаймыз дейді. Ердәулет. Ердәулет, жаттығу жаса. Көрсет жаттығуыңды. Жаса. Жарайсың. Қошемет дейміз. Ердәулет. Бірінші топқа барамыз. Бірінші топқа барып орнымызға отырамыз. Келесімізге сәттілік. Несін? Сабинамен. Кім екен қазір? Сабинаны жоба қазір көреміз. Мадина дейді. Сабина, Мадина. Не істейміз дейді? Мақтаймыз. Кәні? Не деп мақтаймыз дедік? Біздің сыныбымыз туралы мақтау айтыңдаршы кәні? Мадина. Мадина, біздің сыныбымыз туралы бір ауыз мақтау. Сабина айтшы қазір. Біздің сыныбымыз қандай дедік? Қолымен көрсетсеңдер де болады, ұялмайсыз. Қандай? Біздің сынып әдемі. Сабина, сен айта ғой. Біздің сыныбымыз бірден деші. Керемет, жарайсыздар. Кән, бірінші топқа жайғасамыз. Кел, Сабина майдың, бірінші топқа барамыз. Қалғанымыз, мұқият боламыз. Ұялмай тұрма, жауап бермей қалмаймыз. Мынау бірінші топ. Еш нәрсе керек емес. Тек орнына. Бастаймыз. Жабыспайды, Нұрислам. Нұрислам, әдем болып. Аяла, кіммен келеді екен? Аяла, мұхит екеуіз. Кән, сыныптас болсыңыз. Құшақтасып амандасамыз. Аяла, мұхит. Құшақтасып амандасамыз. Қошемет дейміз. Қалғанымыз. Үшінші топқа жайғасамыз. Үшінші топқа. Маған еш нәрсе керек емес. Кітап, ручка бәрі тұрады өзімізді. Жақсы, кән. Нұрислам. Алина кіммен ән айтады екен? Алина екеу, Алина бір ауыз ән айтып кетіңдерші кән. Алина, кел, қандай өлең айтамыз кән? Ал, айт. Бір ауыз. Ана туралы өлеңді айтсаңыздаршы. Кішкентай ғана айтсаңдар болады. Алина, бұл өзің айтып жүрген өлеңің еді ғой? Көмектесейші кән қалғанымыз. Ана туралы қандай басы? Басы қандай еді Алинаны айтатын өлеңі? Бұл уақыт жемейді. Көңілі. Мұңды толғайды, өмірге мені жолдайды. Бұл көзің айтады болды. Жарайды. Алтыға таспан астында анамдай адам болмайды. Анамдай адам болмайды. Жарайсың. Қошемет дейсіз. Нешінші топқа келдіңдер? Кел, отырамыз. Екіге барамыз. Екіге. Алина екіге барамыз. Молодец. Нұрислам, мақтау дейді. Бізде мақтау өтіп кетті. Біз ауысып жүріп тілек айтыңдаршы кән. Кәусар, Нұрислам. Және үшінші топқа жайғасамыз сосын. Кән? Кәусар, тілек айтшы бүгінгі күнімізге. Сәтті өтсін, жарайсың, Нұрислам. Достарға қандай тілек айтасың? Дендерің. Сабақты жақсы оқыңдар. Жарайсыңдар. Үшінші топқа барамыз. Серен алайықшы кән. Бірінші топқа жұлдызбен әнсейді. Кән, күлкі сыйлау дейді. Күлкіні қайып сыйлаймыз? Смайль көрсетіңізші кән, күлкі. Күліп тұрған смайль апайларға қарай. Кән, жай ғана. Ой, езіңіз болады. Ясыңызшы. Жұлдыз, істейміз. Күліп тұрған сияқты. Осыңызшы енді. Бірінші топқа жайғасамыз. Кән. Қарауы. Қошемет дейміз. Өттерді еске түсіреміз. Затты. Нұрислам. Арақап қалып Нұрислам. Қағына қандай? Әдемі. Көйлі сосын. Ұзындығы қандай? Ұзын ба қысқа ма? Қозы топпен жұған ағы.
Mina оқисың қазір ана. Әдемі сосын. Не деп жаңа? Ұзын қойдық және не жаздыңдар? Оқып берсеңші жазғандарсың. Қызыл деп жазғандар. Көк сары, ана тек түсін жазсақ. Қызыл, не жаздырсыңдар сіздер? Ойлармен айта салдар ма? Жарайсыңдар. Және соңғы екінші топ. Оқы. Айтып береміз. Жігіттердің естейікші кән. Көк көйлек, әдемі көйлек. Қыздар сендер не жазды? Көк, әдемі көйлек, көрікті дейді. Келсеміз ба? Келсем, жарайсың, үш топқа да. Енді бізде бүгінгі үш заттың сынын білдіретін, саны, қимылын және атын білдіретін сөздерді мына сөздерді тауып жазамыз. Бірінші топ, заттың атын білдіретін сөздерді тауып жазамыз. Кім не деген сұраққа жауап беретін сөздер. Екінші топ, заттың қимылын білдіретін сөздерді жазасыздар. Жүгірді, баулады, оқыды, жинады деген. Ал үшінші топ, заттың түрі түсін, домалақ, сары, қызыл деген сөздерді жазасыздар. Уақыт кетеді. Қозғысы. Кән жазамыз. Мен біреу қозғап тұрды, біреу оқып тұрмын сөзді. Аспан бар екен, сосын тағы бар екен. Сендер ше, мына қозғасаңдаршы. Ойнады бар екен, тағы не бар екен? Тағы да қозғалды. Қозғалды, сәл төгеміз ба деймін. Суын төгу керек екен ай. Жоқ. Болмайды, қимыл әрекетке байланысты жазасыңдар. Мына іштен тауып ал тағы да. Тұрына ойнат жазып қойдың. Бейді қозғап тауып ал, Амина, қозғап ішінен. Қозғасай. Болмайды, менен сұрама, өзің жаза бер. Қозғап тауып ал. Енді бұлай жатқысы. Жат, шығады деп ойлы, сөздер шығады. Адам деген сөз бар. Тағы да. Адам Тәтті деген болмайды. сөйледі. Жаз, сөйледі деген болады, жаз. Бар ма? Сөйледі деген сөз көріп тұрған жоқпын мен. Бар ма? Бар болса, жаза бер соны. Сөйледі деген сөз жаз. Тау деген сөз бар. Тау деген сөз бар. Жүгірді, сөйледі, оқыды, төрді. Айсені неше құрасыңдар сендер? Қасар оқишка. Сары, Ысқырды деп жазсай, ысқырды деп жазсай. Қысқа, сосын Ысқырды, міне ысқырды. неше Үшінші топта қошеметтейміз. Жазда болады. Бізде тапқан түгенде үшінші топ екен. Қай деген сұрақтарға жауап береді екен. Жарайсыздар. Бірінші топ, екінші, үшінші топтағы қыздарға керек қарайдан сәттіршілер. Кім сабаққа жақсы қатысты? Мына топтар. Екінші топтар. Ертеледі. Кім қатысты әдемі? Амина жақсы сабаққа қатысты. Кетесіз ба? Сосын тағы қатысты. Мансұр мен Айлының да жақсы қатысты. Сендер, мына топтар. Кім сабаққа белсене қатысты? Таусар, Аялар, сосын Үнжу, жарайсыздар. Ал үшінші топ, бірінші топта келші, кімдер жақсы қатысты? Айзере, Мадина, сосын Ердәулет, үшеуі ма? Қалғанға не дейміз біз? Келесі сабақтарда